Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен манты жасайтын боламыз. Және де осы мантымызды морозильникке қатыратын боламыз. Менде осы кезде бұл мантылар, морозильникте қатқан мантылар кез келген уақытта пісіріп жей беруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның астына комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Ал енді мантының қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Ұнымызды ыдысымызға салып, бір дана жұмыртқамызды қосып, шай қасықтай болатын тұзымызды саламыз. Және де жылы сумен жақсылап орташа деңгейде қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей достар, біз қамырымызды илеп алдық. Енді осы қамырымызды салафанға салып, 1 сағат көлемінде қоя тұрамыз. Ал енді біз мантымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш керек болады. Капуста, 2 дана үлкен пияз, 2 дана сәбіз, 4 дана картоп қажет болады. Осы көкөністердің барлығын 4 бұрыштап майдалап турап аламыз. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Мінекей достар, біз барлығын турап алдық, және де тұз бұрышын қостық. Енді осыған кішкене ғана май қосамыз, сұйық май. Одан кейін жақсылап араластырамыз.
яғни бір-біріне бірігу қажет. Ал енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз 1 сағаттай тұрды, және де мен оны 2 бөлікке бөліп, қайтадан жарты сағатқа иінін қандырып қойған болатынмын. Ал енді бірінші күлшемізді алып, жұқалап қамырымызды жаямыз. Яғни дөңгелектеп, қатты жұқа болмау керек, орташа деңгейде қамырымызды жайып аламыз. Біздің қамырымыз дөңгелек болып жайылды, өте әдемі болып жайылды. Енді осы қамырымызды кесетін боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей қылып жасап кесеміз. Яғни бұл қамырларды 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Қамырларымызды 4 бұрыштап кесіп болдық. Енді осы қамырларымыздың ішіне жаңағы жасалынған начинкамызды салатын боламыз, салмамызды. Бұның ішінде көкөністердің ішінде картошкасы, морозильникке қатырған кезде ешқандай да үспейді. Сол қалпында әдемі болып пісіп шығады. Көбісі ойлайды, картоп салсақ үсіп кетеді морозильникте деп. Ол ешқандай да үспейді, морозильникте салып қатырып қойсаңыздар. Жасап көріңіздер дәл осылай. Мен бірнеше рет жасап көргенмін. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде солай жасауларыңызға кеңес берем.
Мінекей біз мантыларымыздың жартысын түйіп болдық. Енді осы мантыларымызды үлкен тәрелкеге пищевой пакетті орап, мантыларымызды осының үстіне жайғастырамыз. Қазір бұл мантыларды морозильникке қатырып алатын боламыз. Сол кезде морозильникке кем дегенде 2 сағат қатқаннан кейін кез келген арнаразбе ыдыстарға салып, болмаса күнделікті пайдаланып жүрген салфандарға салуға болады. Осы пищевой пакеттің орнына салфан пайдалансаңыздар да болады. Сол кезде тәрелкеге мантыларымыз жабысып қалмай, әдемі болып қатады. Осылай барлық мантыларымызды жасап шығамыз. Келесі кезекте екінші күлшемізді де дәл осылай ғып жайып, оған да өстіп мантыларымыздың начинкасын салып, өстіп түйіп, кез келген уақытта морозильникке қатырып қойып, оны алып, пісіріп жей беруге болады. Асығыс болған жағдайда бұл таптырмас үлкен мүмкіндік. Кем дегенде мантыларымыз морозильникке 2 сағат осылайынан қатырып алсаңыздар болды. Содан кейін кез келген салафанға, болмаса арнаразбе ыдыстарға салып, қайтадан морозильникке қатырып қойсаңыздар болады. Мінекей достар, осылайша менде морозильникте дәл осылай қатып тұрды. Мен сіздерге видеоға түсіру үшін осылай алып, сіздерге видеоға түсіріп отырмын. Осы мантыларымызды кез келген уақытта алып, қайнатып, пісіріп жей беруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.